Менің диагнозым рак лимфома. Мен онкологияға алған 6 жыл болды. 6 жыл болды. 33 жасымда, қазір 38 жасымда. Сәл қайтырақ. Мен бұны инстаграмнан көрдім алғаш рет. И ұнады, маған посттар ұнады, өте керемет. Сенуіме тура келді оның үстіне бір нәрсеге. Менде сондай исковать ету керек болды. Өйткені менде 7 ноябрь күні мен Астанаға барам. Астанада менде метастаза печени деген заключение шығады. Мен атақ мойындағы бездер сол арқылы кеткен мына жақтан изменение болып жатыр деп. А мен метастаза печень толқуына қалады. 10 күні результат аламын, осы жақтан заключение. Мен 15 күні офиске келем Манатапайға. И айтамын, мен сенем, что мені жазады. Осы бальзам мені жазады деп, мен өзіме установка орнадым. И ішем. Bir ай өткесін мені қатты обострение. Қазір ойлаймын мен соны, менде обострение екен. Мен тұмау болып бастаймын да, мен жазылмаймын. Тұмау болып, бірақ аузымның дәмі кетіп, или басқа ештеңе емес, басымды көтере алмаймын. Мен уже жылаймын деп күйеуіме. Мен неғып ауыра беремін. Мен неғып жазылмай жатыр. Мен бауыр жайыма алып кетті, мен басым өлтіріп баратыр. Менде гайморит болған. Қанша жыл алдын гайморит болған, мен тестіріп, бір күн тазалатқан. Менде аузыма өзімнен өзі жатам, макрота. Жатам, мен өпкем ауырады. Енді өпкеме өтті деп, уже мен жаман нәрсе ойлай бастадым. Мынау арқа, нерв тамырларыма қайыр ауыратқан білмеймін, бірақ демалсам өпкем ауырады. Менде өпке жүрді, мен қорқа бастадым. Сонда да шеберін тоқтатпай, шеберін жоқ, тұмауым да жазылды, гной да таусылды. Аузымнан өзінен өзі шын мәнінде аузыма келіп құлаттым. Кәдімгі насваятатын адамдар сияқты түкіре беремін, қақырып, бірақ көремін шашасын гной. Бір күндер уже қан аралас шыға бастады. Вообще шошып кетті. Ойла, ужасы, менде бір нәрсе болып жатыр, точно. Сонда да менде шеберін тоқтатпай, суын да шеберін, арада 2 апта. Мен 2 аптадан кейін анализ тапсырдым айтпақшы. Мен бір нәрсе бастардан алдым, бірінші анализ тапсырып алдым. Өйткені мен экспериментпін ғой өз-өзіме. Мен жасауым керек, көруім керек, ананы қалай менде жұмыс жасап жатқанын ішкен нәрсені. Мен 2 аптадан кейін анализ тапсырам. Мен анализден өте күшті шығады да, менде иммунитет өте төмен. Тем более химия алған адамның қаншама өте көп. И менде именно иммунитет өте төмен шығады. Мен Манатапайға звонимын. Манатапай, мен лейкоцитім қатты түсіп жатыр. Мүлде төмен. Қаншадан шығатсың? Мен өзінше врач болып, маған жарты чайный ложка не болады деп, бір чайный ложкадан тастай жүрген ғой. Мен химия алған адам, мен органдарым бәрі блокқа түсіп қалады. И ішінде күйеуіме де жылаймын, маған не болып жатыр, мен әр жерім ауырып жатыр деп. Бірақ жоқ, тфай-тфай, жаймен азайып келе жатыр. Әлде де аздап ауырады. Бірақ бұрынғыдай өкпем ауырғаны бәрі басылды. И МРТ жасаймын, УЗИ жасаймын мен именно бауырыма. Мен бауырымда метастаза печень деген вообще изменения нету деп шығады. Мен өзім сенбеймін, бірақ анаған қайта сұраймын. Точно нету деп. Нету. Только менде өт қойылғанындай бар. 6 жыл бойына мен тоқтамай ем алып келе жатырмын. Мен онкологиядан бөлек, то фитотерапевт, то анаған, то мынаған. Өйткені каждый 3 ай сайын обследование өтеміз онкологияда. Обследование жасаған сайын әр жермен изменение байқалады. Өйткені мен адаммын, нервіншітетемін, бір нәрсеге жетіспейді, жылап қалуым мүмкін. Сол кездерде нервтан пайда болады, то мыналар өсіп кетеді, то мынағынан өсіп кетеді. Ол сыртқа көрінбегенмен УЗИден уже каждый түскен УЗИді салыстырамын ғой, миллиметрлер өзгеріп тұрады. Соқта сразу же мен 3 ай сайын лечениеге кетем, то Алматыға, то анда, то мында, кімді естісем соған барам. Қайсынан результат көрсем қайта тағы барам, сөйтіп жүретін едім. Жоқ, шүкір Аллаға, бірінші Алла, екінші бальзам, үшінші Манатапайдың арқасында. Жаман емес результат.